Қайырлы күн, құрметті достар. Білесіздер, күнделікті менің таңғы асым електен басталады. Мен таңғы сағат 5-те осы өнімді ішіп алдым. Қазіргі кезде көп адамдар ораза айы кезінде айтпақшы, оразадарыңыз қабыл болсын, дұға тілектеріңіз қабыл болсын, әрдайым сіздерде денсаулық болсын, күндеріңіз жақсы өтсін, сәтті өтсін, керемет көңіл күйдеріңіз керемет болсын, әр күндеріңіз сәтті өтсін. Міне достар, егер осындай клеточный питанияны ішіп жүрсеңіздер, осы айтқандарымның бәрі орындалады, сіздерде болады. Міндетті түрде болады. Енді бізде көп сұрақтар түсіп жатыр. Ораза айында бұл өнімді қалай ішеміз деген. Сіздер ауыз бекітетін кезде, сол кезде ішесіздер. Електің бір капсуласын таңертең таңғы асыңыз ретінде ішіп аласыз. Суыңызды іштіңіз, және осының бір капсуласын осылай аузыңызға саласыз да жеп аласыз. Күні бойы сіздің күш-қуатыңыз да тасып тұрады, шаршамайсыз, әлсіремейсіз. Барлық витаминдерді береді өйткені. Бұл капсула сізге күні бойғы макро-микроэлемент, витамин, минерал, амин қышқылдарын, май қышқылдарын тұтастай береді клеткаларыңызға. Сонда сіздің клеткаңыз әлсіремейді. Тамақ ішпесеңіз де, мынаның өзі тамақ. 30 килограмм жеміс-жидек, 5 түрлі саңырауқұлақты жеп аласыз да, тойып жүресіз күні бойы. Көрдіңіз бе? Сондықтан таңғы уақытта ішесіздер, шыдамды, төзімді боласыздар. Суға да төзімді, тамаққа да төзімді боласыздар. Суыққа да, ыстыққа да төзімді боласыздар. Керемет өнім, осылай жеудеріңізге болады. Мен енді таңғы уақытта жеп алдым. Дәл қазір мен Редженер деген осы өнімді ішейін деп тұрмын. Куркуминовый чай. Куркумен бар құрамында. Гиалуроновая кислота бар құрамында. Яғни буынның арасындағы жидкостьті восстанавливает. Буын ауруында жақсы көмектеседі. Артроз бар ма, артрит бар ма, гонартроз, коксартроз бар ма, барлығына, протрузия, грыжа, барлық проблемаңызды кетіреді осы өнім. Құрамында және коллаген бар. Ол сізді жасартады. Жаңа клеткалар пайда болады. Міне аштым. Бір істеген ыстығырақ суды құйып алдым. Ыстық суға езіп, чай ретінде ішесіз. Осылай саласыз. Куркуминовый чай. Біз осындай пайдалы чай ішеміз. Пайдасы жоқ, краска қосылған қою қара шайды ішпеймін. Осындай ағзама пайда беретұғын, көмек беретұғын, сүйектерімді мықты қылатұғын, кожадарымды свежий, жәнегі бүкіл витаминдермен қамтамасыз етіп тұратұғын, сасықтарымды нығайтып тұратұғын, ішектің жұмысын жақсартып тұратұғын, осындай чайды ішемін мен. Жақсы, тыңдағандарыңызға рахмет. Хабарласыңыздар.